Көжектер. Аулада Үркек пен Үрпек екеуі ғана ойнап жүрген болатын. Бұларға Маймо келіп қосылуы керек еді. Бірақ ол кешігіп жатыр. Сондықтан көжектер Маймоға өзіміз барамыз деп шешті. Сәлем, Маймо! О, көжектер, сәлем! Қалың қалай? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жақсы! Біз сені күтіп, ақыры өзіміз келдік. Қараңдар, маған ата-анам қандай керемет ойыншықтар алып берді. Сосын сендерге барғым да келмей қалды. О, әдемі екен. Кеттік, бірге ойнайық. Жоқ, мен жаңа ойыншықтармен өзім ғана ойнағым келеді. Маймо, сен неге көжектермен бірге ойнамайсың? Олар менің жаңа ойыншықтарымды сындырып қояды. Бұл ойыншықтарың бүгін болмаса, бір күні ескіреді ғой. Ал достарың әрдайым сенің жаныңнан табылады. Бір ойнайтын дос болмаса, жансыз ойыншықтардың еш пайдасы болмайды. Ойлан, Маймо жан. Маймо, бізбен ойнауға келдің бе? Иә, көжектер. Мына доппен жалғыз ойнаған қызықсыз екен. Екі топқа бөлініп, футбол ойнасақ, өте қызық болады. Жарайды, Үрпек. Жүріңдер, ендеше бірге ойнайық. Көжектердің бүгінгі хикаясын ағаш жапырағымен
Ал адам дос мен көрікті деген даналық сөзбен тәмәмдаймыз.